Зерттеуіміздің негізгі міндеттері себептерін бірге себептеп анықтау, зерделеу және практикалық ұсынымдарды әзірлеу. Бұған бірнеше мақсатты топтар қарастырылады. Зерттеуге қоғамның біз зерттеуіміз объективті, тек субъективті емес, объективті болу үшін нәтижеге жан-жақты қамтамасыз етуге тырысамыз. Оған жастарды қатыстырамыз. Жасөспірімдер жиынға да жасөспірімдер келіп отыр. Міне екі волонтерлар, студенттер, жұмыс істейтін жастар болашақ ұрпақтың пікірін бізге әрдайым маңызды екендігі белгілі. Және де биыл халықаралық волонтер жылы болғандықтан біз акцентті осы волонтерға да көбірек қоюға тырысамыз. Екінші балықшылар, жаңа Данияр мырза өзі баяндамасында актуалды екендігін назар аударды. Теңізбен тікелей байланыс кәсіп иегерлері балықшылар, олар тәжірибесі өте жоғары, олардың көзқарасы біз үшін де маңызды. Келесі топ ғалымдар, әрине жаңа Арман мырза айтып кеткендей, бізде мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Каспий институты ашылғаны бәрімізге мәлім. Каспий институтының ғалымдарын, олардың ойларын экологтар, тәуелсіз экологтар, биологтар және табиғаттану зерттеушілерін де біз зерттеу жұмыстарына қатыстырғымыз келеді. Одан кейін азаматтық қоғам, местное сообщество дейміз, ол жатқан кезде жергілікті қоғамдастық, қауымдастық деп айтады. Кейде олардың экобелсенділері, табиғат қорғау ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Енді біз бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырғанбыз, көпшілігі онлайн қатысамыз деп, және осы іс-шараның ақпарат хабарламаларын бізден сұратып отыр. Осыны біз бүгін ол мырза келіп отыр, сізге ризашылығымызды білдіреміз. Сол арқылы көптеген бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауды жоспарлаудамыз. Зерттеуге біз қандай әдістер қолданғымыз келеді, қандай әдістемелерді қолданғымыз келеді? Бірінші, кешенді сауалнама алғымыз келеді. Кемінде 150 жергілікті тұрғынды қамтамасыз еткіміз келеді. Ең ауқымды сауалнама әрине Түпқараған мен Қарағай аудандары бойынша жүргізіледі. Екінші, терең сұхбат жүргізуді жоспарлаудамыз. Сарапшылардың және жергілікті тұрғындармен кемінде 5 түрлі терең сұхбат жүргізу жоспарлануда. Олардың пікірлері әрине объективті түрде тіркеліп құжатталады. Одан кейін талдамалық есеп жүргіземіз. Зерттеу нәтижелері негізінде кемінде 3 практикалық ұсыным әзірленіп, толық талдамалық есеп дайындалады. Мен өзім зерттеу бойынша тренермін. Бұл көлемінде менің тәжірибем мол, және біз көптеген әдістемелер мен құралдарды дайындап қойдық. Соларды басшылық алып, зерттеу жұмыстарын бастаймыз. Зерттеудің аймағы, қандай аймақты біз зерттеуіміз керек? Облыстың ең ірі аудандарының бірі екені белгілі. Балық шаруашылығы дамыған, жергілікті халықтың табиғатпен қарым-қатынасы өте терең, дамыған аймақ. Сол аймақтан біз бастаймыз. Одан кейін Түпқараған аймағы, Каспий теңізінің ауданы кешіріңіз, Каспий теңізінің жағалауындағы стратегиялық аймақ, теңіз экожүйесіне тікелей байланысты, қауымдастық орналасқан аймақ, итбалықтардың мекендейтін аймақтарына өте жақын. Осы екі аудан бойынша итбалықтардың тіршілік ету аймақтарының жақын орналасқан және зерттеу үшін стратегиялық маңызды екендігін тағы да баса айтқымыз келеді. Қандай нәтиже күтеміз? Енді орысша айтқанда әрдайым нұрсұлтан, біз зерттеуден қандай нәтиже күтеміз келеді? Бірінші, деректерді жинаймыз, 150 респондент қатысып, 15 терең сұхбат, объективті құжаттау арқылы. Екінші, олар талдау, экологиялық хабарлар, олардың деңгейі қандай екендігі, топтардың ұстанымдары қандай, олардың қысқару себептерін халық біле ме, білмей ме, білсе олардың ойларын білу. Және үшінші, ұсынымдар. Ұсынымдарды кем дегенде 3 практикалық ұсыным дайындаймыз. Оларға талдамалық есеп жүргізіп, саясатқа арналған материалдар жинақтау жоспарлануда. Енді құрметті табиғат жанашырлары, кішігірім жобаның сіздерге характеристикасын бердік, не істейміз, не қоямыз деп. Енді оның нәтижесі әрине өңірдегі бір жаңашылдық, ондай социологиялық зерттеу әлі біздің өңірде болған жоқ. Бұл алғашқы қадам, тарихи қадам. Оған сіздер өстіп беруіңіз, сіздердің ойларыңыз өте аз. Біз болса жауап беруге дайын.